Температураны дәрісіз түсіруге болады ма? Кез келген дәріханада ұзын сонар кезек. Тапжылмай тұрғандардың алатын дәрісі парацетамол. Сонда бүгінгі ланның емі осы дәрі болғаны ма? Әлде дене қызуын түсіретін басқа амал таппағаны ма? Мына кезекті сырттай бақылап отырып осындай ойға қаласың. Жалпы адамды ауру емес үрей қинап жатқан секілді. Миын санасын болмысын қорқыныш биледі. Өйткені қызуы көтерілсе ақырын күтпей дәріханаға тұра ұмтылады. Мұндағы кезекте тұрған адамдар сан түрлі ойларын, естіген сөздерін, көрген оқиғасын сөз етіп, одан бетер уайымға салады. Жалпы дене қызуы коронавирус пайда болғалы шығып жатқан жоқ қой. Былтыр қыста да, күзде де, көктемде де, тіпті кейбіріміз жазда да ауырдық емес пе? Сол кезде көтерілген температураны немен түсірдік? Аз ғана ойланайықшы. Өзімізді сабырға шақырып, үй жағдайында ем-домын жасайық. Температура неге көтеріледі? Жалпы температураның көтерілуі қалыпты жағдай. Ағзаға инфекция, вирус, бактерия, уытты заттар түскенде немесе суық тигізіп алғанда қызу көтеріледі. Бұл қорқынышты емес. Керісінше аталған қауіппен күресу үшін қызу көтеріледі. Қайта біз ағзаның өзімен өзінің күресуіне мүмкіндік беруіміз керек. Ағза күресу арқылы иммунитет қалыптастырады. Тіпті жүрегі, қан тамырлары ауыратындар, давлениясы барлар, онкологиялық ауруға шалдыққандар, қант диабетімен ауыратындар үшін 38-38,5 градус қауіпті емес. Егер осы көрсеткіштен ары қарай көтерілмесе, даурығудың қажеті жоқ. Ал егер қызу 40 градусты көрсеткен жағдайда үйде мына әдісті қолданып көріңіз. 3 күнге дейін қызу бірде түсіп, бірде көтеріліп күресіп жатады. Бұл кезде сіз ағзаға аздап қана көмектесесіз. Ол үшін дәрі қабылдамай, керісінше мына сұйықтықты ішіңіз. Жөке тұнбасы. 2 ас қасық кептірілген жөке гүлін 1 стакан қайнаған суға араластырасыз. Жарты сағаттай тұнған соң сүзіп алыңыз. Дайын болған тұнбаға 1 шай қасық бал қосып ішесіз. Емді тәулігіне 4 рет қабылдасаңыз дене қызуы түседі, әрі бойыңызға сергектік сыйлайды. Таңқурай тұнбасы. Кез келген базардың сөресінде самсап тұрған таңқурайды езіңіз. Оның 2 ас қасығын 1 стакан қайнаған суға салып бұлау жасайсыз. Шамамен 15 минуттан соң тұнбаны сүзіп алып, термосқа құйыңыз. Емдік қасиеті мол тұнбаны кішкене ұртамнан күні бойы ішесіз. Пияз тұнбасы. 1 дана пияздың қабығын аршып, ұсақтап турайсыз. Езбеге 2 стакан қайнаған су құйып, ыдысты жылы орап қойыңыз. Таңертең тұнбаны сүзіп алып, әр 2 сағат сайын 2 шай қасықтан қабылдайсыз. Жарты стакан балға үккіштен өткізілген 1 дана алма мен 1 дана лимонды қосып жақсылап араластырыңыз. Дайын болған қоспаны тәулігіне 2 рет 1 ас қасықтан қабылдайсыз. Лимон шырыны. 1 стакан жылы суға 2-3 қасық лимон шырыны мен 30 грамм бал қосып ұйқыға жатар кезде ішесіз. Бұл сусын ағзаны С дәруменімен толықтырады. Бойыңызда дендеген суықты шығарады. Егер бұл сусынға үгілген сарымсақ қоссаңыз, емдік қасиеті арта түседі. Сарымсақ бактерия мен вирустың қауіпті жауы екенін ұмытпаңыз. Шөптер тұнбасы. Кенде ыдысқа үгілген шетен, итмұрын, аю, бадам, жөке, бүлдірген жапырағы мен шырғанақ ботақшасын салып, жақсылап араластырыңыз. Осы қоспаның 1 ас қасығын 1 стакан қайнаған суға салып араластырасыз. Стаканды ыстық суға салып, бетін бүркеп қоясыз. Тұнба салқындаған кезде сүзіп алып, 1 ас қасық балмен араластырып ішесіз. Емдік қасиеті мол тұнбаны аз жұтумен ішу керек. Сосын 5-10 минуттай жатсаңыз, температура түсіп, денеңіздің ауырғаны басылады. Сүтке бал, сода, май қосыңыз. Бұл сұйықтық температураны түсіреді, иммунитетті нығайтады, әрі бойыңызға сергектік сыйлайды. Достар, еңбекті бағалап каналға тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Видеоны әлеуметтік желілерде бөліссеңіз риза боламыз. Қолдау білдіріп каналға тіркелгендердің барлығына рахмет. Алдыда әлі талай пайдалы ақпараттармен бөлісеміз. Аман сау болыңыздар.